Емханаға келдік, сол. Ала, мама, біз сан больницаға кеп тұрек. Мамалары жатқан жерге қызмен бірге қуантуға келдік. Не болды? Түспеймін де жылап отыр. Жарайды, түспеймін. Амансыз ба? Сағыңыздыңыз ба? Отбасыңызды? Да, 1,5 айдан артық көрген жоқпыз. Семьяңызбен таныстық. Лаураның денсаулығы үшін дұғадамыз. Алла шипасын берсін. Өзіңізде мықты болыңыз. Ол балаға қиын, ол қабылдай алмай отыр әлі өзінің. Иә, түсініп отырмын. Ол еще подросток, переходной возраст. Оған өте 2 есе қиын. Қалай жұрт қарайды. Әрине сөзбен айту мүмкін емес Лаураның қасын. Ішкі жан дүниесін, ойында бар нәрсені бізге түсіну өте қиын. Мамасының, отбасының қолдауы өте керек. Лаураға ең керек нәрсе сол. Әрине бәрі Алланың қолында. Сол азда болса сіздің отбасыңызда қуантайық деп сыйлығыңызбен келдік, сыйлығыңызды табыстадық. Қызыңызға, өзіңізде сол сыйлықты өз қолыңызға алсаңыз. Қарекет қорының атынан сіздерге, отбасыларыңызға баспана. Үй? Үйдің кілті. Құтты болсын. Рас па? Рас. 1513 баспана Мажитовтар отбасына табыстаймыз. Өте егіз бол. Алыңыз. Рахмет, Алла разы болсын, рахмет. Бұйырса енді пәтерден пәтерге көшпей, өздеріңіз шаңырақтарыңыз болады, жеке үйлеріңіз болады. Сол жерде бәріңіз бас қосып, Лаураның жазылғанын атап өтіп, бәріміз сол үйде қонақ болайық. Рахмет. Алла күш қуат берсін, сабыр берсін, ең бастысы мықты болыңыздар. Кішкентай Лаураға гүл бересіз сіздің атыңыздан. Өмірі осылай гүлге толы болсын кішкентай қызымыздың. Лаура да сенбей айтқан шығар, барып Лаураны құшақтап, басып айтып. Бізге үй берді. Жанымсың. Мұңайма, жылама, бәрі жақсы болады. Бұйыртса біз әлі жақсы күндерде жолығамыз. Осы жерден шыққаннан кейін әлі мен сені өзім спектакльдеріме апарамын, киноға барамыз, қыдырамыз. Ол үшін сен мықты бол. Жарай ма, жаным?